Қыздар, біз қазір сіздермен профитроли жасайтын боламыз. Енді профитролидің қамырын неге заттар қажет болады? Мұнда менде сары май, қант, тұз, су, сүт, ұн және жұмыртқа. Алдымен осындай сотейникті аламыз да, сары майды, қант, тұз, су және сүт. Осының барлығын отта қайнататын боламыз, сары май еріп кеткенге дейін. Сары май еріп қайнап бастағаннан кейін ұнды қосатын боламыз. Ал жұмыртқаны соңынан қосамыз. Оттың астын жақтым. Менде орташа деңгейде жанып тұр от. Қазір сары майлар еріп қайнағаннан кейін ұнды қосамын. Қыздар, менде сары май еріп кетіп қайнап бастады. Енді ситаның көмегімен мен ұнды қосып жіберемін. Осымен болды, оттың астын өшіремін. Бізде қамыр дайын болды. Енді бұны қазір суытамыз. Қыздар, жаңағы қамырды мен кухонный комбайнның ішіне салдым. Насадка, лопатка. Осыменен айналдырып суытатын болады. Өте төмен жылдамдығына қойып қоям. Осылай айналдырып қамырымызды суытатын болады. Қыздар, жұмыртқаны құюдан бұрын біз қамырдың градусын өлшеп аламыз. Бізде шамамен 37-40 градус болу қажет, сонда ғана жұмыртқаны салып бастаймыз. Егер одан ыстық болатын болса, қамыр онда бізде шықпай қалады дұрыс. Өйткені тым жоғары градуста жұмыртқамыз пісіп қалуы да мүмкін. Сол үшін бізде 40-тан асып бара жатыр, әлі салмайды екенбіз, әлі тағы біраз араластырамын. 37-40 градус дәрежесінде біз жұмыртқаны қоса берсек болады. Мұны бізде 40-қа жетпейді. Енді жұмыртқаны қоса беремін. Егерде термометр 40-тан асып кетпесе, онда біртіндеп жұмыртқаны қоса береміз. Мен жұмыртқаны бір бөлшегін қосып қойдым. Осылай араласып кеткеннен кейін жұмыртқа қамырға тағы бір бөлшегін құятын боламыз жұмыртқаның. Жұмыртқаның барлығын қосып болғаннан кейін комбайнның жылдамдығын арттырамыз. Солай қатты жылдамдықта осылай сұйық күйге енетін болады. Насадка менде 9F деген насадка. Сіздер кез келген насадканы қолдана берсеңіздер болады. Насадкасыз да құр мешоктың өзімен құюға да болады. Профитролидің барлығы осылай пісіп шықты. Менде қазір енді суығаннан кейін енді ішіне и сыртына крем жасайтын боламыз. Кремді кәдімгі 33%-ық сливкименен және қант екеуін взбивать етеміз. Қоюланғанға дейін араластырамыз. Қою болғаннан кейін мешокқа қойып, мұнда әрқайсының ішіне құйып шығатын боламыз және ішіне жағатын боламыз. Сонымен бізде профитроли дайын болады. Бізде жаңа сливки мен қант осылай қою болып шықты. Енді оны біз мешокқа құйып, қазір профитролидің ішіне құйып шығатын боламыз. Ішіне және сыртына осы кремді қолданамын. Профитролидің астынан насадканың көмегімен астын тесіп, крем құйып шығамыз. Профитролидің ішін барлығын креммен толтырғаннан кейін, жаңағы кремімізге профитролиді батырып, осылай бір бөлек ыдысқа құрастырамыз. Ертіп алдым.
Шоколадты құйып болғаннан кейін енді біздің дамский пальчикіміздің сыртын кез келген фрукты менен әрлей берсеңіздер болады. Менде қазір клубника, клементин және киви.